Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында ешқандай қоспасыз балмұздақ дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен банандарды турап, тоңазытқышта қатырып аламыз. Құлпынайды да қатырып алған болуымыз керек. Құлпынай мен бананды блендерге салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Блендер өте мощності күшті блендер болу керек бізде. Сол кезде бірден жақсы араласып кетеді. Менде жақсы араласпағандықтан кішкене араластырып, тоқтатып, арасында қасықпен араластырып, блендерге кішкене көмек беріп, тағы да араластырып, дайындап алдым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Барлығы бір тегіс араласып, дәл балмұздақ сияқты масса дайын болады бізде. Оны мен крем салатын осындай қапшыққа салып, тағы да тоңазытқышқа салып, кішкене қатырып алдым. Енді шоколадный балмұздаққа тек қана бананның өзіні жақсылап араластырып аламыз. Сосын оған бір қасық какао салып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осындай бір келкі әдемі балмұздақ дайын болды. Оны бөлек контейнерге салып, тағы да тоңазытқышқа салып, кішкене мұздатып алдым. Үстіні кішкене осылай тегістейміз. Қалағандарыңызша қатырып жесеңіздер болады. Енді кішкене мұздаған балмұздақты мен осы қапшықтағын әдемілеп, осындай ыдысқа салып шықтым. Сіздер де осылай салсаңыздар болады, не болмаса жай ғана контейнерге салып, қасықпен салып жей берсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады, бананның өзімен ешқандай қансыз да өте тәтті болып шығады. Балалар өте ұнатып жейді. Контейнердегіні жай ғана мен осылай міне қасықпен сала салдым. Кәдімгі дүкендегі шоколадты балмұздақтың дәмі болады. Өте дәмді болып шығады. Үстіні қалауларыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Жасалу жолы өте оңай. Видео ұнаған болса, лайк басып менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде сіздермен қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.